Ол ана Қызылашы менен Қызылашы деген жер менен мына Мойылды деген ауылдың екі ортасында дальний степ деген жер бар. 90 жылдар беріліп кеткен бе сонда? 90 жылдың аяғында сонда берілген. Біз тәуелсіз алған кезде беріліп кеткен бе? Алғаннан кейін берілген. Ал енді осындай жаңалықтар болып жатыр мына жақта. Мына жерде міне Марқакөл ауылының ауылы көрініп тұр ма, жерде көрінбей ме? Көрсетпеші. Көрінеді екен, көрінді. Марқакөл ауылы осылай болып жатыр, міне осындай жағдай. Міне Аранша тау, аймақ, енді осы елді мекен бәрі жан сақтағандары жерменен отыр. Енді жерді алып қоятын болса, онда шабындық жерді алып қоятын болса, онда малын сатасында көшкеннен басқа амал қалмайды. Сонан кейін тағы бір көрсетіп қояйын, әне таудың етегінде бұрышында шекараға тіреп тұрып Қытайдар қаласақ қойыпты. Үлкен қала, әне таудың бүйірінде тұр. Міне тау көрініп тұр ғой. Соның дәл етегінде үлкен бір қаланы жаңадан соғып қойған дейді. Вот сондай. Іргемізде тұр. Көрші Қытайдың міне ар жағында көрініп тұрады. Біз әгер ішіне шөп шауып кеткенде ар жағынан көреміз. Оларда тіпті ана судың жағасына дейін 1 метр қалғанға дейін соны егіндік салып, шөп шауып, сол жұмыстың бәрін істелінеді. Әне. Бізді сол ана немеге бос жатқан жердерге жолатпауға тырысады. Ол не деген? Ол енді Қазақстанның жері. Енді мынаны енді түсіріп тұрған мақсатымыз да, үндеуіміз да, бұл енді президент Тоқаев енді құлағына жетсін деп тұрмыз. Осы мәселені шешіп берсін деген халықтың өтініші. Сол үшін міне қаншама осы уақытқа шейін міне халықтар көшіп кеткен. Марқакөл ауылында енді осы 30 жылдың ішінде 30% халық қалған дейді. Дәл осы жер үшін, мал үшін көшіп кеткендер. Сол үшін президент мырза Тоқаев осын шешіп беріңіз. Шешіп беріңіз, тағы да кімдердің депутаттардың құлақтарына алтын сырға осы сияқты шаруадармен жұмыс жасаңыздар. Кешегі күні депутаттар шақырғамыз осы жерде, осы ауылға ішкі саясаттан болды, жер жайындағы мамандар болды. Еш нәрсе шешілмеді ғой. Сол үшін осындай видеоға фактыға салып тұрмыз. Жақсы, тағысын тағы да салармыз.